жылдары дұрыс жоспарланудың нәтижесінде ауыл шаруашылығында үлкен дағдарыс болды. Екінші қатар, рахмет сіздерге, екінші қатар Қазақ КСР-ның ауыл шаруашылығы. Екінші қатар Қазақ КСР-ның ауыл шаруашылығы. Қазақ КСР-інде бүкіл КСР-да сияқты ауыл шаруашылығы өте ауыр болды. Соған қарамай қазақ халқы өз бидайын Германиядан зардап шеккен аумақтарға берді. Және қазақ жері өзінің ауыл шаруашылығын және мал шаруашылығын сақтады. Сол жерде мал, қара мал өте арзан бағаға немесе мүлдем тегін сатылған. 5-ші жылы Германияның соғыстан жеңеміз. 46 жылдан бастап Германияға продукт береміз да тегін. Ол бізге үшін әлмейміз бізде, ешқашан тұрғанда. Кеше бір жыл бұрын соғыстан тегін продукт береміз. Герман халқының немесе неміс халқының нәрсе жоқ деген идеямен. Барлық тұрса беруге болады. Ол уақытта ауыл шаруашылығының жағдайын жаңа айттық, өте нашар болды. Дегенмен мемлекет сондай шешім шығарды. 51 жылдардан бастап ауыл шаруашылығы күрт өзгеріске ұшырады. Неге? Не себептен 51 жылдардан бастап ауыл шаруашылығы күрт өзгеріске ұшырады? Қалай ойлайсыздар? Қандай оқиғалардан кейін? Ауа райының нашар болуы. 46 жылы қандай үкім шықты мемлекеттен? 1946 жылы үкіметтен алқаптарын кеңейту, дәнді дақылдарды шығару, олардың барын арттыру болды. Соның себебінен, осы үкімнің себебінен егін шаруашылығы арта бастады. Бірақ енді егін шаруашылығы арта бастады. Бірақ халықтың негізгі пайдасы бар бидайда әлі көшкен жоқ. Кейін бәріміз жүретін игеру кезінде 54 жылы Целинаның кезінде халықтың жағдайын ойлау мақсатында бүкіл КСР-ның оңтүстік аудандарында және орталық азияда тың игеру жұмыстары жүргізілді. Сонымен қатар МТС дегеніміз не? Қалай білесіздер? МТС. Машина трактор станциялары. Қазіргі тілмен айтсақ, бұл көмекші бір авто мекеме сияқты ғой, көмекші. Сол уақытта колхоз, совхоздарға көмектесетін мекемелер болды. Машина трактор станциялары. Ол жерде ауыл колхоздарға, совхоздарға, ұжымшарларға көмек керек болса, сол жерден керек машинаны, керек адамдарды алып жұмыс жасап отырды. Осы уақытта Қазақ КСР-інде ауыл шаруашылығы жалпы алсақ, жақсы жағдайда болды ма, әлде нашар жағдайда болды ма? Нашар. Себебі, осы себебін айтып жіберейік, бірнеше себебі. Соғыстан кейін тағы. Ауа райына байланысты. Ауа райына байланысты тағы. Қандай себебі? Тағы бір себебі кадр жетіспеушілігі. Қандай сала болмасын. Егер кадр жетіспесе, ол саланың дамуына кері әсерін тигізеді. Сондықтан ауыл шаруашылығында да кадрлар жетіспейді. Ал енді неге кадр жетіспейді деген сұраққа 41 жылы соғыс басталған кезде Совет одағындай патриоттық мемлекет болған жоқ тарихта. Соғыс басталған кезде бәрі қол көтерген, бәрі болған. Мен бар. Ондаған, миллиондаған көптеген адамдар соғыстан оралмай, ол да өзінің экономикаға кері әсерін тигізді. Соғыстан оралмау себебі түсініп тұрған қайтыс болған. Ол да өзінің әсерін тигізді. Жақсы, ауыл халқының өмір жағдайы КСР-да сол ұжымшарлар, сол колхоз өз жұмысшыларына еңбегін дұрыс төлей алмағандықтан сол еңбекшілер өзінің жеке шаруашылығымен айналысуға мәжбүр болды. Сонымен қатар айтып кететін болсақ, мемлекет үнемі ақшалай, заттай салықты өсіре отырған себепті ол еңбекшілер өзінің жеке кәсібімен айналысуға мүмкіндік қиындата түсті оған. Енді мына жерде қосып кетейік балалар. Соғыс аяқталды, бәрібір Совет одағының халқы биліктегі былай айтты да, ауыр жағдай,
шыдаңдар деп, сондықтан 46 жылдан бастап халықтың жағдайы нашар болса да халық шыдады, өйткені жетіспеуіне жаңағы қайтыс болып қиын жағдайда өмір сүріп 46 жылдары жеңіліп қалған кейбір еуропалық елдермен біздің елдегі жағдай өте мүшкіл, айырмашылық жермен көктей. Бірақ бәрінің ойында жүрегінде бір қуаныш бар, соғысты жеңдік деген. Ол соған мәз. Бірақ халықтың жаңағы әлеуметтік жағдайы, денсаулық саласы, білім саласы. Жұмысшылар еңбектердің еркіндігін шектейтін болды. Мысалы айтқанда, шаруалардың зейнетақы деген басқа қағаздар олар берілген де жоқ, жасалған да жоқ. Көп заттар дефицитте болды. Көп заттар дефицит. Адамдар қоныс аудара алмады. Заң бойынша бір жерден екінші бір жерге қоныс көше алмайсың, саған ешкім рұқсат бермейді. Сен үрде ешқандай қылмыскер емессің, енді тұрып көшеге жүріп olur ма басқа? Ал бұл тыйым салынды соғыс уақыты. Соғыстан кейін де ол заңды алып тастаған жоқ. Соғыс уақытында түсіндіре беру керек. Ары қарай жақсы жеткілікті отыра қойыңыз. Халыққа не жетпеді? Конкретно сол уақытта нақты халыққа не жетпеді? Қалай ойлайсың? Жалпылама алғанда халыққа не жетпеді деп ойлайсың? Айта қойсың. Былай айтқанда көп нәрсе жетпеген жоқ, көп нәрсе жетпеді, дефициттер көп зат болды, бірақ ең бастысы туған үйлер мен моншалар жетпеді. Ол ең басты зат, ол адам өміріне ең құнды зат деуге болады. Азық-түлікте не жетіспеді деп ойлайсыздар? Азық-түліктен қандай тауарлар жетіспеді? Осы уақытта. Соғыстан кейінгі жағдайда принципе дефицит емес, вообще жоқ болды. Жоқ. Дефицит жоқ болды. Барлығы сенім довериясын алғысы келді. Сөйтіп, солардың экономикасын көтеруіне көптеген ауыл шаруашылығы көмектесті. Ал сол ауыл шаруашылығы өнімін шығарып жатқан өзінің халқының жағдайы, тұрмыстық жағдайы, әлеуметтік жағдайы өте төмен болды. Кейбір ғалымдар Совет одағы кезінде зерттеді. 46 жылдан Сталин дүниеден өткен 53 жылға дейін ауыл шаруашылығында мыңнан астам Совет одағының түкпір-түкпірінде көтерілістер болды. Соғыс аяқталды ғой, қайда көтеріліс? Өзінің үкіметіне қарсы көтеріліс. Өйткені адам мүмкін емес деген сөз, мүмкін емес тұрмыстық жағдайда өмір сүру, мүмкін емес. Оның үстіне біздің Қазақстанда 2,5 миллион адамды сырттан алып кетілесіздер. Соғыс басталған кезде эвакуацияға ұшырады. Ол басқа ұлт өкілдері. Ол немістің, ол полягың, ол түріктің, ол Кавказ халықтары бәрі. Үшеуміз оларға қорсайын ғой. Соғысты жеңдік адамды өмір сүру, халықтың жағдайын ойлау болады. Ал жаңағыдай шетелге асырып миллиондаған, миллиардтаған астық жібергендігі туралы дерек бар. Халықтың жағдайы өте нашар болса да. Сонымен, соғыстан кейінгі зерттеу сұрақ кім оқыды? Зерттеу сұрақ қайтадан оқыды? Соғыстан кейінгі уақыттағы қазақ КСР ауыл шаруашылығының жағдайы қандай болды? Ауыл шаруашылығы жағдайы КСР-ның ауыл шаруашылығы жағдайын түсіндік па? Қазақ КСР-ның ауыл шаруашылығы. КСР-ның үшін 15 минут ғана кейін ауылдың жағдайы. Ауылдың жағдайы, ал тереңірек тоқтасаңыз, ол небір қызықты, ашаршылықты, соғыстан кейін 47-52 жылдары қылмыскерлер көбейіп кеткен. Қалай? Сол тамақтың жоқтығынан. Просто қылмыскерлер. Соғыс аяқталды, бәрібір жақсы өмір сүргісі келеді. Соғыс аяқталды ғой, жеңдік қой жауды. Енді жейік та деген сияқты ғой, бір жейік нормальный тамақ. Алып, ұрлықтар, складтарға шабуыл жасау. Осының бәрі енді жайдан-жай адам шабуыл жасамайды ғой. Біреу мемлекеттің мекемесіне. Значит, ауыл шаруашылығы жағдайы нашар. Міне, соғыстан кейінгі ауыл шаруашылықтың жағдайын түсіндік. Иә? Керемет. Енді мен сіздерге бүгінгі сабақтар мына жерге қояйын сіздерге. Мен сізге берейін. Үйге берген тапсырманы қайталадық. Енді жаңа тақырыпты алдарыңыздағы фотомен байланыстырайық. İçinde 3 сұрақ бар. 4 сұрақ бар.
не фото. Осы фотоға қарап, қазір 1 минуттан кейін сұраймын. Осы фотодағы сұрақтарды. Не айтылып тұр? Neye tuttur, neyini korkutursa çekilse. Bir minut kaldı, bir minut kaldı. Önce dilekçe. Dilekçe buldu. Оқушылар енді бәріміз отырайық. Енді өткен үй жұмысы параграфымен жаңа алдымыздағы келесі 4-ші параграфқа шығыңыздар, екеуін байланыстырып берейін ба. Арасын сабақтастырайық. Ауыл шаруашылығы және соғыстан кейінгі әскери өнеркәсіптік кешен. Балалар 1946 жылдан бастап тарихта 47 қабақ соғысы басталды деп айтады. Орысша холодная война. Холодная войнаның түсінігі конкретті екі мемлекет соғыспайды бір-біріне, бірақ әртүрлі факторларды қолданып, қару-жарақ басқа бір мемлекеттер, Кореяны екіге бөлу, Германияны екіге бөлу арқылы бір-біріне соғысты. Соны 47 қабақ соғысты. 1900 қызық мәлімет, 1946 жылы Англияның премьер-министрі Уинстон Черчилль Американың Фултон қаласына келіп, ақш студенттер алдында сөйлеп тұрған кезде, ол бір-ақ реч айтады. Сол реч бүкіл әлемді өзгертті. Ол речіне берейін. Енді бүкіл әлемге жауапты Америка. Көз алдыңызда елестетіңіз, планетаға жауапты ақш дейді. ақш бүкіл әлемге жауап береді. Ол мықты дейді. Ол сөз кімге жетеді? Сталинге жетеді. КСР-ның басшысы. Осыны айтады, сонда екінші дүниежүзілік соғысты аяқтаған КСР кім сонда? Енді факты тұрғыдан қарасақ, соғыстың бар ауыртпалығын көтерген КСР. Сөйтеді де КСР басшылығы сол уақыттан бастап Европа елдерімен қарым-қатынастары суи бастады. Кеше ғана одақтас болып, 46 жылдан бастап суи бастады. Сол кезден бастап КСР түсінеді, бәрібір кейбір қару-жарақ түрлерінің Европаның немесе дамыған елдердің артта қалып баратқанын түсінеді. Сондықтан да бұйрық беріледі. Заманауи сол уақытқа сай әскери кешенді құрылыстар салуға миллиардтаған қаржы бөлінді. Шunu осы миллиардтаған. Вроде соғыс аяқталды ғой. 27 миллион адамнан айырылдыңдар ғой. Қойсаңдар. Тағы соғыс басталды. Соғыс болып қалса, қорғану керек деген мақсатта ғой, түсінікті. Сөйтіп, әскери өнеркәсіптік кешен құру туралы бұйрық шығарды. Түсіндіңіз бе? Ал Қазақстан осыған өте тиімді болды есептейді. Өйткені жақын маңайда ақш-тың жақын емес бізге, мұхит жоқ, мұхит келе алмайды, білесіздер. Сондықтан Қазақстанның территориясында әскери техникалық кешендер салған кезде осы мәселелерді игерді. Мына жағында бізбен шектесетін, бізбен КСР-мен келіспейтін мемлекеттер жоқтың қасы, Иран әлсіз, Қытай әлсіз. Сондықтан Қазақстан территориясы ұлан-ғайыр территория салынуына тиімді болды. Сонымен, міне өткен сабақ ауыл шаруашылықтағы жағдай өздеріңіз естігенде, енді КСР-дағы әскери өнеркәсіптік кешен құрылды. Не себептен әскери өнеркәсіптік кешен құрылды? Өйткені соғыс аяқталғаннан кейін КСР-ның жауы пайда болды. Ол ақш. ақш-тан мықты, КСР-дан мықты. ақш КСР-ға қарағанда әскери жағынан мықты. Сондықтан Сталин түсінігінде срочный порядке тез арада әскери кешен құру керек. Комплексте, военный комплекс. Өте үлкен дүниені қажет етеді. Содан басталады. Түсінікті, қандай да бір қару-жарақ мүлік табылса, оның басты функционалдық міндеті адам санын азайту, көп адамды өлтіру деген мақсатта. Жақсы, алдарыңызға суретке әңгіме құрастырайық. Бірінші, суреттен не көріп отырмыз? Ядролық жарылыс. Екінші, не ерекше? Бұл ядролық қару қай жердегі деп ойлайсыздар?
Bunun ерекшелігі неде? Оған дейінгі тарихта болған бомбалардан ерекшелігі неде? Бұл атом қарудың, бұл ядролық қарудың ерекшелігі неде? Оған дейінгі жарылған қару-жарақтардан, оған дейінгі болды үлкен мөлшерде жарылды. Қалай ойлайсыздар? Бұның айырмашылығы балалар, жарылғаннан кейін сол жерде орташа есеппен 200 жылға дейін өсімдіктер әлемі болмайды. Бұл жарылған жерде, кітаптағы фотосын қараңыздар. 13-ші беттегі фотоны қараңыздар. Көрдіңіз ба? Бұл жарылғаннан кейін орташа есеппен ешкім зерттеген 200 жылға дейін бұл жерде әдемі өсімдіктер әлемі бар деп айту, болады деп айту, өсімдіктер деген түсініп тұрсыз ғой. Болады деп айту өте қиын. Өйткені жаңағы зияны өте көп жердің астында зиян дейді, өсімдіктер әлем шықпайды. Үшінші, осы жәдігер туралы, осы туралы не білеміз? Не айтуға болады? 4 облыс радиациялық улардан зардап шекті. Олар Семей, Қарағанды, Павлодар және Ақмола облыстары. Тағы осы қару туралы не айтуға болады? Мына жерде туылған балалар көбінесе инвалид болып туылады. Туылған балалар. Жақсы, тағы ол табиғатқа, өмірге өте қатты әсер беріп отыр. зиян тиеді. Зиян тиеді. Өсіп өспейді, тауарлар. Жақсы. Соңғы сұрақ. Міне қараңыздар, мынаны біліп алыңыздар. Мысалда оқулықта жүр. Осыдан 75 жыл бұрын Нагасаки мен Хиросима атом қаруы жарылды. Бәріңіз білесіздер, 6-9 тамызда Жапонияда. Енді сол кезде Нагасаки, Хиросима 1 секундтың ішінде 300 мың адам өртеніп кетті. 1 секундтың ішінде. Ал енді 75 жыл өтті. Бұл мысал, оқулықта жүр. 75 жылдың ішінде ғылыми техникалық революцияның дамығанын білесіздер. Әскери технологияның дамығанын білесіздер. Енді әлемдегі қару-жарақтардың күші қандай деген сұрақ қойды. 75 жыл ішінде қаншалық модернизацияға ұшырады. Түсіндіңіз бе? Сондықтан бұл әлем бойынша бүгінгі таңда атом ядролық қаруларды тоқтату жөнінде үлкен келісімшарттар жүргізетін себебі сонда. Ол жарылыстың ауқымы кейін зардабы, оны адамзат қазір ғалымдар білмейді. Қандай зардап шекті? Нагасаки мен Хиросима көрініп, әлі күнге дейін зардап шекті. Қазіргі шекті. Оның зардабы қандай болды? Мен ойымша тарихта ешкім оқымаған сияқты сол. Зардабын түсінбеген сияқты. Байқаусыздар. Жарылып кетсе, әлемнің бірнеше миллион деп айта алмаймын, миллиард халқына кері зиян. Егер ол тығыз орналасқан жерде. Бұл мысал, кітаптар жоқ, ой, идея. Пацифистердің идеясының басты пікірі сол, пацифистердің соғысқа қарсы тұрғандар. Олар осыны айтады. Әлемде қару-жарақ болмаса екен. Бірақ енді олай болмау керек. Қазақстанда әскери өнеркәсіп кешені. Бірінші, зерттеу сұрағын кім оқып жүреді балдар? Зерттеу сұрағын. Зерттеу оқимын. Жақсы. Енді неге Қазақстан ядролық сынақ алаңына айналды деген сұрақ бар. Осы сұраққа жауап берейік. Не себептен Қазақстан осындай сынақ алаңына үлкен территориясын әр жерін тесіп жабық. Не себептен Қазақстан қайда ойлайсыздар? Қазақстан неліктен ядролық сынақ аймағына айналды? Не себептен? Айналып отырсыз? Ол неден погодный условиялардан, ауа райынан және де жер өте ыңғайлы. Жақсы, тағы ойланайық. Не себептен Қазақстан ядролық сынақ аймағына айналды? Территория үлкен, халық аз. Түсіндіңіз бе? Халық аз, территория үлкен. Себептердің Қазақстан жерінде қандай сынақ алаңдары салынды? Қандай сынақ алаңдары білесіздер? Семей полигоны,
Енді облыстар тағы қандай сынақ полигондарын білесіздер? Ал ең үлкен айлақ ше, ғарыш айлағы. Байқоңыр. Енді Байқоңыр бастапқы уақытта баста функционалдық болды, ол да әскери болды. Азаматтық емес, әскери болды. Сондықтан оның да әскери объект ретінде салынған. Ал енді Байқоңыр ғарыш айлағының неге именно сол Қазақстанның оңтүстік бөлігіне салынды? Қалай ойлайсыз? Не себеп? Неге именно сол жерге? Ол құпия бұл. Тарихпен аңызбен бар. Неге Байқоңыр сол жерге салынды? Не орталыққа емес? Байқоңыр ғарыш айлағының Қазақстанға пайдасы, зияны бар ма бүгінгі таңда? Осыны ойланайықшы қазір. Байқоңыр ғарыш айлағы алғашқы уақытта әскери кешен ретінде салынды. Қазіргі уақытта азаматтық негізде пайдаланылып жатыр. Осы Байқоңыр ғарыш айлағының қаншалықты зияны бар, қаншалықты пайдасы бар? Оның пайдасы да бар. Осыны жіктеп жазып жіберсе, қанша пайдасы, қанша зияны. Кәне? Ойланайық. Қолмен жаза беруге де болады, плюс қоюға да болады, бірақ айту керек міндетті. Пайдасы да бар, Байқоңыр ғарыш айлағының. Отырайық, болдық па? Сіз етіңіздер. Біздің бүгінгі тақырыптағы ең үлкен байланысы Қазақстанның Байқоңыр ғарыш айлағы. Так, плюстер мен минустер. Бірінші қадам, не айтасыздар? Малика, айтыңызшы плюсын. Минусын. Жазыңыз. Малика, болыңыз, уақыт жоқ. Минусы қазақтарының жерге түсуі, қалдықтарының жерге түсуі. То есть зымырандардың қалдықтарының жерге түсуі. Жақсы, Бекжан, не айтасыздар сіздер? Плюсы ғарышпен байланыс. Ғарышпен байланыс. Жақсы. Тағы кім айтады мына жақтан? Сая, Диана, қайсы? Айта беріңіз. Плюсы әлемге өз барша танымал. Екінші, адамзат біліміне бір қадам алға. Керемет. Минусы экология мәселелері. Экология мәселе. Керемет, рахмет, жақсы. Тағы кім қосады? Қандай плюс бар, қандай минус бар? Дұрыс айтты, минус экология мәселесі, плюс ғылым мен техника жақындарды, Қазақстанның ғылымы дамыды деген сияқты. Тағы қосатындарыңыз бар ма? Байқоңыр ғарыш айлағының плюсы минус туралы. Не қосуға болады? Бүгінгі таңда Байқоңыр ғарыш айлағы туралы бір сөз. Қай жылға дейін ол Ресей Федерациясы? 2051 жылға дейін. 2051 жылға дейін Ресей Федерациясын арендаға алды. Байқоңыр ғарыш айлағы неге тоқталып отыр? Өйткені тақырыпқа сай сол кезден бастап ең үлкен ғарыш айлағы, әлемде 3 актер ғарыш айлағы болса үлкен. Және соның бірі осы Байқоңыр. Енді Байқоңыр неге таңдалып алынды деген қызық материал. Бірінші, Байқоңырдың орналасқан жері Қызылорда облысы. Ол жерде 365 күннің 300 күнде күн тұрады. Екіншіден жел тұрады. Үшіншіден, оны мен түсінбедім, менен гөрі сіздер жақсы түсінесіздер. Ол жерден ұшқан ракета экваторға жақын. Дұрыс па? Экваторға жақын. Сол себептен осындай бірнеше себеп. Сырдарияның болуы, суды көп қажет етеді деген сияқты. Мен осы себептермен сол жерге салынған. Ал енді ол жердің пайдалы екені ертеректен біле болды. Өйткені Байқоңырдың қасында Төретам деген кезінде
Кіші хан Әбілқайырдың тұрған ордасы болған. Сондықтан ол жерге Байқоңырдың әскери кешенін салды. Ол кейін есептейді тұрған. Сонымен неге Қазақстан ядролық сынақ алаңына айналды деген бүгінгі жаңа сабақтың зерттеусі. Себебі Қазақстан территориясы үлкен болды деп айттық. Қырғи қабақ соғысы, ақшпен. Тірек сөздерді кім оқып жүреді? Тірек сөздерді. Тірек сөздерді. Оқимыз. Тірек сөздер қазақ КСР әскери өнеркәсіп кешені артықшылығы және ядролық сынақтар. Жақсы. Тірек сөздер ол Қазақ КСР-ның территориясында бір одақтас мемлекет Қазақстанда үлкен бір әскери кешеннің ішіне кірді. Және тағы бір қосымша бар. КСР ыдыраған кезде балалар біз Қазақстан әлем бойынша 4-ші орында тұр. Атом қаруы жүрді. Сондықтан өте қазіргі метода держава болды. 90-шы жылы өткен Қазақстан территориясында әлемдегі атом қаруының 32% Қазақстан территориясында болды. Бүкіл атом қаруы. Сондықтан Қазақстанға КСР 50-ші жылдардан бастап құраластырған әскери кешендері Қазақстанның далалы аймақтарын өте тиімді пайдаланды. Соғыс тәуелсіздік алғаннан кейін оның Қазақстанның қол астында қалды да Қазақстан бір күн автоматты түрде ядролық қаруы бар мемлекет қатарына енді. Иә. Бірақ ядролық қаруы бар мемлекет болғанмен мамандар болған жоқ. Бәрі ресейден келген. Міне осында бір амал жоқ біздің мемлекет ядролық қарудың бәрін бастап қойып. Бірінші, Қазақ КСР-дағы әскери өнеркәсіп кешені. Бірінші жоспар көрдік қой. Екінші жоспарға қарай атом сынақ алаңдарындағы құрылыс және Семейдегі ядролық сынақтар. Осындай екі жоспар бар бұл. Екеуі өте күрделі. Әсіресе Семейдегі ядролық сынақтар. Ядролық сынақтардың қаншалықты зиян Семей ядролық полигонының тек қана Қазақстан емес, бүкіл әлемде. Бүкіл әлем сол 50-ші жылдардан бастап 90-ші жылдарға дейін ол жер туралы естіп отыр. Ол жерде сынақ алаңы, полигон. Ол жерде жарылыстың түр-түрі, жердің асты, жердің үсті, ауада, суда қаруды жарып қойып. Полигонға просто испытание істеді Семейде. Қасынан ауылдың, қазақтың ауылдарын айтпайды. Здание салады, 5 этаж. Жарат, сырттан қарап қаншалықты оның күші 5 этаж үй қирайды. Малға қандай әсері бар, оның зияны қанша километрға жетеді. Бірінші айтқанда опыт жасап көріп жатыр да, жергілікті халықтың ойымен санасы. Ертең мысал ретінде ақшпен соғыс бола қалып, Чикагоға, Бостонға атом қаруын тастаған жағдайда КСР ақштың қаншалықты разрушение болады. Сол үшін Қазақстан сынақ алаңы жарылды. Балалар, үйге алып алыңыздар. 4-ші параграф. Қазақстандағы әскери өнеркәсіп кешенінің құруы өзі 2 жоспар. Түсінікті ма? 2 жоспар өзі. Сол 2 жоспар. Бірінші конспект, екінші тірек сөздер, үшінші оқу мазмұндау. Сосын соңғы тапсырма Семей ядролық полигонының бүгінгі зардабы. Конкретно бүгін қандай зардап тартып Қазақстан? Ол кітапта жоқ. Қазақстан бүгінгі таңда қандай зардап шегіп отыр? Қателеспесем, бірнеше миллиард территория жер квадратты. Әлі дейін не мал бақпайды, не егін екпейді, ұсой жатыр. Өйткені ол жерде істеген, ол жер неге ұшыраған? Радиацияға ұшыраған. Иә, радиацияға. Соған не ол жерде не егін екпейді, не мал бақпайды. Бағана айтқан болатын 200 жылға дейін ол жер пайдаланбау керек. Міне, бірден бір зиян сол. Үйге берілген тапсырма. Түсінікті ма? Керемет, бәрі жақсы болды. Рахмет сіздерге. Енді алдағы уақытта